Recording in progress. Тест жалғастырайық. Бізде жастар көбею үшін олардың ауызының синтезі болу керек. И бактериялардың ауызының синтезі қалай жүреді? Біріншісі ДНК-дан РНК-ға ақпарат тасымалданады. Оны біз транскрипция деп атаймыз. И бізде транскрипция процесс үшін бізге РНК полимераза деген фермент керек. Осы ферментті тоқтатып тастауға болады бізге. Мысалы, рифампицин деген препарат осы ферментті тоқтатып тастағаннан ДНК-дан РНК-ға ауысуын транскрипциясын тежейді. Ары қарай РНК-ға ақпараттық РНК рибосома бар, бұл трансляцияға ұшырайды. Одан ары ол ауыз түзіледі. Біз осы трансляция немесе транскрипция процестерін тежеу арқылы бактериялардың ауыз синтезін бұзамыз, осыдан олардың көбеюі тежеледі. Мысалы, мынау рибосома, бұл ақпараттық РНК келеді дағына, осы жерге код жазылады, кодтан ары қарай тасымалдауыш РНК беріледі. Тасымалдауыш РНК берілу ол рибосомаларға байланысты, және де осы жердегі трансляция процесіне байланысты болады. Енді осы процестің басталуын тежейтіндер олар аминогликозидтер, линолазиттер, одан кейін ТРНК-ның қосылуын, және айттық қой, ақпараттық РНК ол ұзын тізбек, ол ТРНК-ға берілу керек. Трансляциядан кейін осы ТРНК-ны тасымалдаушы РНК-ның қосылуын тежейтін ол бізде тетрациклин, ТТ деп есте сақтаңыздар болады. Одан кейін пептидтердің қосылуы транслокация процесіне, яғни ТРНК қосылғаннан кейін олар пептидтер ұлғаяды, кодтары ары қарай ұлғаяды. Кодтар осы ауызға қарай айналу үшін пептидтердің қосылуы жүреді. Осы процесстер тежейтін ол левомицин, макролидтер, клонидомицин препараттары. Яғни егер сіздерден осы препараттардың әсер ету механизмін сұраса, мысалы, аминогликозидтердің әсер ету механизмін сұраса, сіздер жазасыздар. Бұл препараттар ауыз синтезінің ингибиторлары болып саналады. Именно осы бактериялық ауыз синтезінің процестің басталуын тежейді деп жазсаңыздар жеткілікті. Немесе ары қарай ақпараттық РНК-дан ТРНК-ға ақпараттың тасымалдануын, трансляциясын тежейді деп толықтап жазсаңыздар болады РК-да. Немесе тетрациклинге келсе, олар ауыз синтезінің ингибиторлары, именно ішіндегі ТРНК-ның қосылуын тежейтін заттар, ол тетрациклиндер деп жазасыздар. Кейінгісі бізде аминогликозидтер, ең алдымен тұқылға келетін заттарымыз. Бұл аминогликозидтер ең кеңінен таралған препараттар, олар гентамицин, табрамицин препараттары. Бұлар ең белсенді препараттар. Гентамицинмен салыстырғанда нефротоксикалық әсері төмен. Бұлар ауыр инфекцияларды қолданады. Бұлардың барлығы айтпақшы резервтегі тұрған препараттар ауыр инфекцияларда ғана қолданылады. Резервтегі препараттарды не үшін атаймыз? Өйткені бұлардың жаңа мәселелерінде өтті әсерлері басымырақ. Сондықтан да бұларды қолданғанда өте сақтықпен қолданады. Бұлардың ерекшелігі нефротоксикалық және атотоксикалық әсер көрсетеді. Бұған қазір тоқталамыз. Және плацента арқылы өтеді, ұрыққа отты әсер етеді, тератогенді әсер етеді. Сонымен қатар тек қана жүктілік кезінде ауыр инфекцияларда ғана қолдануға болады. Ал ішіндегі стрептомицин, неомицин, мономицин, канамицин деген препараттар мүлде жүктілік кезінде қолданылмайды. Тек қана гентамицин мен табрамицинді тек қана мүлде вариант жоқ кезде ғана, ауыр инфекцияларды ғана жүктілік кезінде қолданамыз. Енді бұлардың ерекшелігі қандай? Аминогликозидтердің жаңа мәселелеріне ерекшелік бар. Бұлар біріншіден атотоксикалық әсер етеді. Осы сұрақтар сіздер келуі мүмкін. РК-да именно атотоксикалық 8-ші бас сүйек нервінің токсикалық әсер етеді. Осыдан
есту қабілеті жоғалады, тепе теңдік проблемалар болады, механизмі нақты анық емес. Есту қабілетінің жоғалуы, егер біз максималды терапияда көп қолданатын болсақ, есту қабілеті қайтымсыз түрде жоғалып кетуі мүмкін. Ал тепе теңдігі ол қайтымды түрде болуы мүмкін. Одан нефротоксикалық әсер етеді. Ол жедел тублярлы некроз, яғни бүйректе олардың секрециясы кезінде некроз дамып кетуі мүмкін. 5-10% проксимальды түтік жасушалар сіңіреді, плазмада креатин мөлшерін көтереді. Осындай бұлардың жаңа мәселелері бар. Бұлар одан кейін бөлінеді. Бірінші ұрпақты жоқ, макролидтерге келдік. Макролидтер бұлар резервтегі антибиотиктер. Өйткені бұларға микроорганизмдер тұрақтылығы жылдам дамиды, және де бұлардың да уытты әсері көбірек. Бұлар үш ұрпаққа бөлінеді. Уыттылығы төмен препараттар жатады, кейбіреулері. Сондықтан да макролидтердің кейбір түрлерін, мысалы азитромицинді біз жүктілік кезінде қолдана аламыз. Сонымен қатар азитромицин әсер ету спектрі кең, микроорганизмнің парадонтогенді штамдарына жоғары белсенділігін көрсетеді, яғни стоматологияда қолданады. Сонымен қатар ауруханадан тыс пайда болған пневмонияда, хламидозды инфекцияларда қолданылады. Және де бұлардың ерекшелігі, макролидтердің ерекшелігі, және де аминогликозидтердің ерекшелігі, бұлар жасуша, мысалы микроорганизмнің ішіне қарай енеді. Сондықтан да бұлар жасуша ішілік патогендерге әсер етеді, яғни хламидия, легионелла деген микроорганизмдерге әсер ете алады. Ал аминогликозидтер, олар бұндай ауыр инфекцияларға әсер ете алмауы мүмкін. Сондықтан да макролидтерді тек қана көбінесе ауыр инфекцияларда, хламидия, хламидозды инфекцияларда, немесе ауруханадан тыс пайда болған пневмонияларда қолданамыз. Келесі осы макролидтердің ішіне жататын эритромицин, ол асқазан ішек жолдарының мототиндік рецепторларымен байланысады, және тегіс бұлшықеттің жолын ынталандырады. Сондықтан да асқазан ішек жолдарының моторикасының бұзылыстарында осы эритромицинді қолдануға болады. Одан кейін бізде келесі препарат ол кларитромицин. Бұл Helicobacter pylori микроорганизм емдеу үшін қолданады. Бұл Helicobacter pylori естіген боларсыздар. Олар асқазан жарасын туындатады, асқазанның ойық жарасын туындататын ең күшті деген микроорганизмдер. Бұлар Helicobacter pylori қалыпты жағдайда любой адамда болуы мүмкін. Тек қана түс қышқылының мөлшері төмендегенде, сондай бір қолайлы жағдай болған кезде осы Helicobacter pylori күшейіп кетеді дағына, асқазанда кәдімгі зақымдайды, ойық жара туындатады. Осыны жазатын Helicobacter pyloриді емдейтін жалғыз препараттардың, өте аз препараттың ішіндегі осы кларитромицин препарат жатады, ол яғни макролидтерге жатады. Макролидтердің жаңа мәселелері жүрек айну, диарея, іштің ауруы, эккода QT-тің ұзаруы, одан жедел холестатикалық гепатит болуы мүмкін, және организмде трансфераза асты алты ферменттері, сілтілі фосфатаза билирубиннің мөлшерін жоғарылатады. Бұлар көбінесе азитромицин қабылдаған науқастарда байқалады. Сонымен қатар бұларда холецистикалық сарғаю немесе бауырлық дисфункция бар науқастарға макролидтерді қолдану қарсы көрсетілген. Келесі топ бізде тетрациклиндер. Тетрациклиндер ең көп қолданылатын тетрациклин мен доксицилин. Бұлар грамм-оң және грамм-теріс бактерияларға да белсенді, кең спектрлі препараттар. Бұлар көбінесе ауыр инфекцияларда, хламидиялық инфекцияларда, риккетсиоздарда, боррелиоза,
аса ауыр инфекцияларда, ауыр безеулі бөртпелерде ғана қолданамыз. Бұлардың негізгі қасиеттерінің бірі, олар қызыл етте жоғары мөлшерде жиналады. Соның әсерінен осы жердегі тетроциклин мөлшері 5-7 рет қан сарысуынан 5-7 есе қан сарысуынан ұзақ, 5-7 есе жоғары. Сондықтан да тетроциклиндер тіс аумағында аккумуляцияға ұшырайтындығына, осы тетрациклиндік тістерді қалыптастырады. Бұған тағы да айтамын. Қолдануға арналған көрсетілімдері пародонттың ауруларында жүйелі биотик терапия жасау үшін қолданылады. Әртүрлі ауыр инфекцияларда, остеомиелитте, жұмсақ ұлпалардың іріңдеу ауруларында, әртүрлі ауыр инфекцияларда қолданамыз. Енді бұлардың жаңа мәселелеріне келетін болсақ, бұлар тетрациклиндер ең улы антибиотиктердің бірі. Олар сүйек тіндерінде, тістің эмалінде әртүрлі металдық қосылыстармен бірігіп, мысалы кальций, магний сияқты иондармен бірігіп, хелатты қосылыстар түзеді. Осыған байланысты олар кумуляцияға ұшырайды. Яғни кумуляция дегеніміз, естеріңізде болса, жиналу, олардың жанама әсерлерінің жиналуы. Яғни тетрациклиндер кальциймен қосылатындығына сүйектерде хелатты қосылыстар түзіп жиналады. Мынау соның бір түрі тетрациклиндік тіс. Сондықтан да бұларды кішкентай балаларға мүлде беруге болмайды. Одан кейін сонымен қатар гепатотоксикалық және гематотоксикалық әсері бар. Нерв бұлшықеттерінің импульс берілуді тежейді. Одан кейін плаценталық тосқауылдан жақсы өтеді. Сондықтан тератогенді әсері бар. Одан фитотоксикалық әсері бар. Қолдануға қарсы көрсетілімдері жүктіліктің барлық кезеңдерінде мүлде қолдануға тыйым салынған. Одан 8 жасқа дейін балаларда, одан миостения бұлшықеттерінде проблема бар адамдарда қолдануға болмайды. Және препаратқа деген жоғары сезімділік бар адамдарға, аллергиялық реакция туындататын адамдарға қолдануға болмайды. Сіздер көбінесе осы тетрациклиндік тіс неде келуі мүмкін, ситуациялық есепте келуі мүмкін. Одан кейін бізде келесі препараттар, олар феникол туындысы, хлорамфеникол, левомицин, синтомицин, тиамфеникол препараттары. Бұларда әсер ету спектр кең, енгізген жерден ұзақ сіңіріледі. Асқазан ішек жолдарының тері жамылғысының инфекцияларына қолданады. Бұлардың ұтты әсерлері гематотоксикалық әсер көрсетеді, анемия, лейкопения, гранулоцистоз, невротоксикалық әсер көрсетеді, депрессия, сынаның бұзылуы, делирий, көру және есту галлюцинациялары, көз алмасының салдануы, осы сияқты бұлардың отты әсерлері бұларды өте көп. Сондықтан да бұларды өте тек қана ауыр инфекцияларда қана қолданады. Іш сүзегі, бөртпе сүзегінде, менингит, бруцеллез, сепсис кезінде қолданады. Жаңа мәселелері және отты әсерлер, сонымен қатар аллергиялық реакциялар, дисбактериоз, спецификалық бұзылыстар жатады. Одан кейін бізде никозаминдер. Бұлар ауыз қуысында шартты патогенді микроорганизмдердің көбінің өмір сүруін тежейді. Шартты патогенді деген өткен боларсыз микроорганизмде. Олар қалыпты жағдайда адамда болады. Тек қана организмнің иммунитеті төмендеген кезде ғана олар патология туғызады. Сондай, мысалы, біздің ауыз қуысымызда көптеген инфекциялар өмір сүреді негізі. Олар, мысалы, организмнің иммунитеті төмендеген кезде олар бізде әртүрлі бізде кандидоз сияқты аурулар ауыз қуысында туғызуы мүмкін. Осыларды емдеу үшін бізде никомицин препараттары қолданылады. Бұлар ерекшелігі бактериялардың тұрақтылығын ұзақ уақыт бойы туғызбайды. Сүйек тіндерінде бұларда жақсы жиналады. Сондықтан да стоматологиялық хирургияда көп қолданылады. Көбінесе пародонтит, периодонтит, тіс жан-жағындағы ұлпалардың қабынуында, тістің қабынуында, ауыз қуысының іріңді ауруларында осы никозаминдерді қолданамыз.
одан кейін фузидин натрий, бұл басқа антибиотиктерге тұрақты стафилококктар тудыратын инфекцияларда қолданылады. Әсер ету кеңейту үшін бұлармен бірге пенициллиндер мен тетрациклиндерді қосып қолданады. Бұлар жәнелегі қолдану көрсетілімдері стафилококктар және де бет сүйектің қабынбалы ісікті абсцестік ауруларында. Кейінгі топты біздер полимиксиндер. Бұлардың екі түрі бар: полимиксин Б және М. Б парентеральды жолмен, ал полимиксин М пероральды жолдармен енгізіледі. Бұлар грамм теріс бактерияларға айрықша бактерицидтік әсер көрсетеді. Бұлардың осындай тар спектрден қарамастан бұлардың ұттылығы өте жоғары, сондықтан бұларды өте сирек қолданады. Көбінесе полимиксин Б-ны біз көкірек таяқшаны емдеуде қолданамыз, ал М-ді асқазан ішек жолдарының инфекцияларын емдегенде қолданамыз. Және де бұлардың әсер ету механизмі бұл ауыз синтезінің ингибиторлары емес, бұлар цитоплазмалық мембранасын бұзып, олардың өліміне әкеледі. Яғни жасуша мембранасының бұзылуына келетін препараттар. Бұлардың жаңа мәселе нейротоксикалық, нефротоксикалық реакциялар, диспепсиялық бұзылыстар, флебит, аллергия, тромбоцитопения болуы мүмкін. Кейінгісі бізде гликопептидтер, вакамицин, бұны жиі қолданады. Бұл аэробты және анаэробты граммон бактерияларға бактерицидтік белсенділікке ие. Анаэробтарға бактериостатикалық әсер көрсетеді, ал аэробтарға бактерицидтік әсер көрсетеді. Қолдану көрсетілімдері: бета-лактамды антибиотиктерге аллергия кезінде, стафилококкты инфекцияларда, энтерококк туғызатын ауыр инфекцияларда, сонымен қатар эндокардит, менингит, операциядан кейінгі инфекциялардың алдын алуда қолданамыз. Кері көрсеткіштері жоғары сезімталдылық және жүктіліктің бірінші триместрі. Одан кейін емізу кезінде, невриттер кезінде қолдануға болмайды. Бұлардың да жаңа мәселелер бір-біріне ұқсас: нефротоксикалық әсер көрсетеді, қызба, дірілдеу, тахикардия, тағы басқа жаңа мәселелер бар. Енді және айтқан аминогликозидтер ғана бактерицидті әсер көрсетеді. Және де бета-лактамды антибиотиктерді көбісі барлығы дерлік бактерицидтік әсер көрсетсе, ал қалған макролидтер, тетрациклиндер, левомицин сияқты препараттардың барлығы бактериостатикалық әсер көрсетеді. Одан кейінгі бізде топ бұл синтезделінген антимикробтық дәрілер. Бұл топқа сульфанамидтер, хинолон туындыларының қосылыстары, 8 оксихинолондар, одан кейін хинолондардың бірінші буыны, екінші буыны, үшінші буыны, үшінші буыны өте маңызды фторхинолондар, одан кейін нитрофуран туындылары, хиноксалин туындылары жатады. Бұлардың ерекшелігі қандай? Бұлардың әсер ету механизмі және айтқан фолий қышқылының ингибиторлары. Фолий қышқылы дегенімізден, фолий қышқылы ол және бактериядағы ДНК мен РНК-ның, яғни нуклеин қышқылдардың құрамына кіретін арнайы заттарды өндіруші зат, ол фолий қышқыл деп аталады. Бұлар фолий қышқылының осы ДНК мен РНК-ның түзілуінде маңызы өте зор. Ол пурин мен пиримидиннің синтезіне қатысады. Ал бізде осы сульфанамидтер осы фолий қышқылының синтезін тежеп тастайды. Осы егер бізде сульфанамидтер фолий қышқылын тежейді, фолий қышқыл түзілмесе пурин мен пиримидин түзілмейді, пурин мен пиримидин түзілмесе ДНК мен РНК түзілмейді, ДНК мен РНК түзілмесе ол организмнің өспейді дағыны, көбеймейді, яғни бактериостатикалық әсерге көрсетеді. Осы арқылы бактериялардың өсуі тоқтайды. Одан кейінгі топ бізде хинолон туындыларының бірінші буыны, 8 оксихинолондар, ең маңыздылары. Бұлардың антибактериялық әсері кең, бактериялар мен қарапайымдыларға да қарсы әсер етеді. Қарапайымдарға, саңырауқұлақтарға да әсер етеді.
бұлар коллагенді қосылыстары бар, сондықтан олар нерв жүйесіне зақымдаушы әсер етуі мүмкін, невриттер туғызуы мүмкін. Ішіне ол энтеросептол асқазан ішек жолдары арқылы сіңбейді, сондықтан ішек ішіндегі инфекцияларда баяу әсерін тигізеді. Көбінесе антибиотиктер жақпаған жағдайда сульфаниттермен бірге қолданамыз. Жаңа мәселелері иодизм симптомдары, жөтел, тұмау, жөтел, гастрит сияқты аурулар туғызады. Ал нитроксалин ол несеп шығару жолдарын инфекцияларын да қолданамыз. Одан кейін бізде хиналон туындардың үшінші буыны ол фторхиналондар. Бұларға ципрофлоксацин, эноксацин, эффлоксацин препараттары жатады. Бұл препараттар микроорганизмдерге, патогенді микроорганизмдерге әсер етеді. Бұлардың әсер ету спектрі бойынша антибактериялық заттардың ішінде бұлар бірінші орында тұр. Яғни бұл фторхиналондар ең мықты резервте тұрған антибиотиктер. Бұлардың әсер ету механизмін ДНК қызметін және құрылымын қадағалап отыратын ДНК гидраза және топоизомеразаны тежеп, ДНК-ның дұрыс түзілімін бұзады. Осылайша бактерияның өліміне алып келеді. Яғни бұл бактерицидтік әсер көрсетеді. Сульфонамидтер және бактерицидтикалық әсер көрсетті. Енді фторхиналондар бұлар бактерицидтік әсер көрсетеді. Яғни қалай әсер көрсетеді? Яғни топоизомераза мен ДНК гидразаны тежеу арқылы ДНК мен ДНК-ның құрылымын, оның қызметін тежеп тастайды. Осылайша олардың ары қарай көбеймейді, және олардың өліміне алып келеді. Содан кейін бұлардың қолдану көрсеткіштері жіті өтетін инфекцияларда тыныс алудың, құлақтың, мұрынның, өңештің әртүрлі рецидивті инфекциялық ауруларында, несеп жолдарының, жұмсақ ұлпалардың, тері инфекциялардың ауруларында қолданамыз. Бұлардың жаңа мәселелері тахикардия, талма жағдайлары, диспепсиялық бұзылыстар, сарғаю, гепатит, бауыр некрозы, өйткені бұлар жаңелдегі қанда жүретін эритроциттерді ыдыратып мүмкін, содан сарғаю, гепатит туындауы мүмкін. Одан бас айналу, бас ауру, шашақшықтық, қозу, тремор сияқты әртүрлі жаңа мәселе туындады. Және бұлардың өзіндік уытты әсерлері бар, уыттылығының ерекшелігі бар. Бұларда өсіп келе жатқан организмдерде қолдануға болмайды. Өйткені бұларда өсіп келе жатқан ағзада атропия туғызуы мүмкін. Ол буынның шеміршекті біткенде көпіршіктер немесе эрозияларды дамуымен сипатталады. Және де бұлар организмнің генетикалық аппаратын зақымдайды. Яғни мутагендік, тератогендік, фитотоксикалық әсерлері бар. Сондықтан да хиналондарды, фторхиналондарды, 8-оксихиналондарды балаларға және жасөспірімдерге мүлдем қолдануға болмайды. Өйткені жаңа айтқан, біріншіден өсіп келе жатқан организмнің сүйегіне әсер етіп, олардың арғай дамуына кері әсер етеді. Және де генетикалық аппараттың зақымдалуына әсер етіп, мутагендік, тератогендік әсер көрсетеді. Осымен жалпы бітті антибиотиктер. Сұрақ бар ма? Осымен бізде сабақтар бітті. Антибиотиктер қазір сіздерге бүкіл жіберемін. Сонымен қатар бізде қалған антивирустық заттар, саңырауқұлақ қарсы заттарда бізде олар қатты қиын емес. Сондықтан оларға мен арнайы методичка жіберейін, сіздер содан оқып алсаңыздар болады өздеріңіз. Осымен біздің сабақтар бітті. Қатысқандарыңызға рахмет, көптен көп. Сау болыңыздар. Сұрақ жоқ қой, иә? Жоқ.